Қане Шаризат, ұйықтар алдында мен саған бір ертегі оқып берейін. Міне, Қарлығаш пен Дәуіт ертегісі. Тыңда. Бір қарлығаш жардың қуысына ұя салып өмір сүріпті. Қанаты қатпаған балапандары анасын азық әкелуге кеткенде шыдамсызданып күтумен болады екен. Бір күні балапандарын жемекке қарлығаштың ұясына жауыз жылан өрмелеп шығып бара жатады. Мұны көрген қарлығаш аспан мен жерді шарлап, шыр-шыр етіп балапандарын қорғаудың амалын іздейді. Көкектен көмек сұрап барса, бүркіт қонаққа шақырып еді, соған барғалы жатырмын. Уақытым жоқ, дейді. Одан шығып қарғаға барса, үйленгелі жатқанымда мазамды алма, дейді. Қарлығаштың амалы таусылып, шырылдап ұшып келе жатады. Бір кезде Дәуітті көреді. Дәуіт қарлығаштың шыр-шыр еткен дауысын естіп, «Достым, неге зарлайсың?» деп сұрайды. «Жауыз жылан балапандарымды құртпақшы болып, ұяма өрмелеп жетіп қалды. Соған не істерімді білмей ұшып жүрмін», деп қарлығаш көз жасының жасын төгіп жібереді. «Олай болса, мені жеткіз», дейді Дәуіт. Қарлығаш қанатын тосады. Дәуіт қарлығаштың жотасына шығады. Көзді ашып жұмғанша екеуі қарлығаштың ұясына жетеді. Жылан ұяға тақап қалған екен. Дәуіт пен қарлығаш енді бір сәт кешіксе, балапандарын көзін жойып, жұмсақ ұядан масайрап ұйықтамақшы екен. Дәуіт жыланның екі көзін ағызып жібереді. Жауыз жылан сылқ етіп жерге құлап мерт болады. Дәуіттің ерлігіне сүйсінген қарлығаш онымен айнымас дос болады. Содан бері талай заман өтсе де, екеуі бір ұяда тұрып, бірге өмір сүреді екен. Ал осымен болды. Ертегі аяқталды.